Сәлем достар. Сәлем. Барлықтарыңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Барлығы дұрыс па? Барлығы жақсы ма? Сіздерде барлығы жақсы, керемет деген ойдамын. Бүгінгі видеода мен сіздерге уәде бергендей мармеладтармен мукбанг болады. Соңғы видеоны бір ай бұрын жүктеген екенмін. Сол видеода айтқан болатынмын. Егер көрген болсаңыздар, білік. Сондықтан бүгін мармелад бізде триггер. Алғашқы мармеладты гроутфрут дұрыс соққан шығар. Қазір қыс болған соң қолдарым жарылып жүр. Сіздердікі де солай шығар. Крем көмектеспейді. Ал біз ашып көрейік. Мынандай мармеладкалар. Иісі әдемі. Кәмпит сияқты ма, кішкене сағыз сияқты ма, сондай. Дәмін көрейік. Менің бір негізі жақсы әдетім. Мен тамақты көп жемеймін. Сондықтан видео үзік болады. Андай дұрыстап жайнамай жата алмаймын. Негізі мен аш қарынға түсіріп жатырмын таңертең, сондықтан ең бірінші болғандықтан дәм әдемі болып тұр. Мен бұлай негізі мармеладтарды өте ұната қоймаймын, өйткені олар өте тәтті сияқты. Тәп-тәтті. Егер мені бір ай бойы не істеді деп ойлап жүрсеңіздер, ештеңе, жай демалып жүрмін. Айтпақшы, мен осы бір ай бойы ойландым да, негізі видео түсіретін шығармын деп ойлап отырмын. Енді бірақ жиі түсіремін деп айта алмаймын. Қазір кішкене жағдай өзгерді. Бірақ енді барынша қолымнан келгенше түсіріп тұрамын. Ал біз келесі мармеладқа көшейік. Мынандай бонди
онша емес шын айтқанда, бірақ жұмсақ. Қышқыл. Бірақ дәмі апельсинға көбірек ұқсайтын сияқты, лимонға қарағанда. Әлде лимон ба? Білмеймін, ажырата алмай жатқан шығар. Мынаның дәмін көрейік. Дәмін көрейік. Виноград. Білмеймін. Өлем. Маған да мындаған жоқ, бірақ мен негізі тәттіні өте ұната қоймаймын. Жеймін әрине, бірақ мен тәтті келгенде кішкене талғампазбын. Енді мынандай көрейік. Крутофрут деген тағы. Красный смородина. Мән бермеңіздер, бұл жаттығу күзге арналған. Қараңыздар. Түрі әдемі екен. Иісі, білмеймін, соның бірінші крутофрут сияқты кішкене. Кәмпит сияқты. Кішкене қаттылау. Негізі крутофруттың дәмі маған көбірек ұнаған сияқты. Көрмекші сияқты. Екіншісін жемей ақ қояйын мен. Тойдың тәттігі. Негізі тәттілерден шоколад ұнайды. Орех пен соңғы мармеладтар. Yummy, gummy. Yeah, you got me yummy, yummy деп кеткен. Кішкене йогурт дәмімен.
видеоны осы жерден аяқтайық. Сіздерді қайта көргеніме сіздерді өтіп кеткен мейраммен құттықтаймын. Тәуелсіздік күні. Және де алдын ала алдағы мейрамдармен де құттықтап қояйын. Just in case. Мен негізі крисмасты ұнатамын, бірақ та сіздер білесіздер, бізде оны ешкім тойламайды. Мен сондай енді рождественский мультфильмдарды көріп өскен адаммын ғой енді. Сондықтан шығар. Негізі ойлаймын да кейде өмірінде ең болмағанда бір рет осы крисмасты Нью-Йоркта тойласаң, ол жақта андай нелер бар ғой, арнайы сол крисмасқа арналған дүкендер. Соның ішіне кіріп, барлығын қарап, қалағанды сатып алып, солай бір рет тойласаң керемет болатын еді. Менің армандарымның бірі. Егер ұйықтайын деп жатсаңыздар, ендеше